Смағұл Жұмаділұлы «Туған жерге сағыныш». 2001 жылдың қара күзінде ағам аяқ асты қыз алып қашып келіп, әулетімізге келін түсіп, қуанышқа бөлендік те қалдық. Бір қызығы, жас жеңгем көрші ауылда өзімен бірге оқыған кластасым. Қазақ салтымен құдалықтың жоралғысы жасалып, араға елші жүріп, ат шапан айыптың кесімі кесіліп болғанша қыз келді. Үлкендер жағы ақыры құдаға беретін мал, шөпке ортақ қылмай, ертерек беріп құтылайық деп, қалың малын айдатып жіберді. Жылқы сиыры аралас 20-дан асатын қалың малдың ішінде тұяқ орнын толтыру мақсатында жирен биенің жасқа толмаған жабағысы бірге кетті. Бұл жирен жабағы құдалар жағы алыстан келген бір жиеніне мініске деп берген малына қосылып, алыс Ақшоқыға айдалып кете барады. Ақшоқы мен біздің аттың тауының арасы атты адамға қыстың күні 10-12 сағаттық жол. Үлкендер құдалыққа баратын болғасын, мектептен сұранып, қыстауда малға қарап қалғам. Қарлы боран, артқы сайдағы қойға шөп шашып, үсіп жығылып үйге келсем, құдалардың ауылына екі қонып оралған үлкендер құдалардың көрсеткен сыйы мен өлең тамашаны жыр ғып айтып отыр екен. Ассалаумағалейкуміме қысқа жауап қайырды да әңгімелерін жалғастыра берді. Сәлден кейін ғана менің үнсіз отырғанымнан бірдеңенің дұрыс еместігін аңғарған ағам сұрақ қойды. Мал аман ба? Аман, жирен бие ауырып. Қай жирен бие? Торы биенің баласы. Оған не болды? Кешелі бері шөп жемей тұрған, бүгін орнынан тұра алмай қапты. Бәсе, сен қараған мал сау болушы ма еді? Деп кінәлай қараған үлкендер шайларын жиыстыра сала қораға беттеді. Екі көзінен жас парлап, жирен бие қимылсыз жатыр. Бас аяғын шұқылап көріп, әкем аяқ қолы сынғаннан сау деді. Жабылып көтеріп тұрғыз алмадық. Ішіне зақым келген деді кіші әкем. Ақыры әкем, кіші әкем, ағам үшеуінің шығарған қорытындысы соққы тиіп, іші бауыры езіліп кеткен болды. Нақты дәлел болмаса да, жорамалға сүйенген бас сотшы әкем үкім шығарды. Айыпкер Смағұл, кінәсі жаңа тағаланған қарагер атты мініп келіп, қораға байлап шөп салғанда, алаңға сарланып, қораның есігін жаппай, бірдеңеден құры қалғандай үйге тұра жүгірген. Сол аралықта жирен бие аттың шөбін жемекші болып басыққанда, тағалат теуіп, іші бауырын езіп жіберген. Бас сотшының шешімін екінісі тура солай болған деп қостады. Үшеуінің ала көзімен атып тұрып айтқаны, «Әй, өзіңде елдің балалары». 2 күн иесіз тауда қоралы малға жалғыз қарап қалғанымның сыйы осы болып, кінәлі түрде төмен қарап мен тұрмын. Жирен биенің көзіне қарап тұрды да, «Мал болмайды, бүгін жай боп кетті. Арам өлтіргенше ертең сойып тастайық», деді әкем. Кешкі ас үстіндегі әңгіме тек мен жайлы болды. 15-ке келсем де істің ағын білмейтінім, атты дұрыс мінбейтінім, тіпті аяғымды дұрыс алып жүрмейтініме дейін айтылды. Қысқасы, адам болмайтыным анық болып, ұйқыға кеттік. Ерте оянып мал жөндеуге шықсақ, алыс Ақшоқыға кеткен жирен жабағымыз енесі жатқан қораны шыр айналып кісінеп, жан таппай жүр. Өз көзімізге өзіміз зорға сендік. Кексе жылқы болса бір жөн, әлі жасқа толмаған жабағының сонау Ақшоқыдан қашып келу дегенің сұмдық жайт қой. Жабағыға жанымыз ашып, енесінің қасына кіргіздік те, малды жөндеп болып, өзімізде ертеңгі шайға отырдық. Менің адам болмайтыным атағы біраз дәлел айтылар мекен деп қауіптеніп ем, бұл жолы олай болмады. Жирен биені союға асығып, асығы сешілген таңғы шай үстінде тек жабағының жол бойы ешкімге ұсталмай қашып келгені, жирен биенің енесі торы биенің қолының қасқырға бермейтіндігі, малымыздың өсуіне де осы тор биенің үлесінің көптігі туралы мақтаулар айтылды. Қашып келген жабағының орнына басқа жылқы беретін болып келісіп, мал көзінше пышақ қайрамайтын ырыммен пышақты үйден өткірлеп, арқан жібімізді алып қораға келіп, есік ашқанда мүлде күтпеген оқиғаның куәсі болдық. Орнынан тұра алмай жатқан жирен бие есік ашылысымен жабағысын ертіп бастауға қарай желіп бара жатты. Жиреннің артынан қарап тұрып, әкемнің бар айтқаны, жануар,
Қолынан аңсап, дерттеніп кеткен екен ғой. Жирен биенің жабағысын сағынып, іші бауыры езілгенін, қарагер ат тепті болып, өзімнің орынсыз кінәлі болғаныма дерттеніп тұрған маған назар аударған ешкім болмай, мектепке жөнеле бердім. Кіші әкемнің атты мініп барда, жеткесін жүгенін тұрып жібере сал, өзі келе береді, деген жанашырлығына үнсіз қарсылық білдіріп жаяу тарттым. 2003-тің жазында құнан шыққан жирен жабағына өзім жуасытып, жаздай қойға міндім де, күзде Алматыға аттандым. Содан кейін жиренді көрмедім. Аттың тауына бармағалы да 10 жылдан асты. Жиі түсіме кіреді. Сарғая күтіп, сағыну мекен себебі, түсіме қазір туған жер ылғи енеді. Қайқая мініп қара жорғаның үстінде қой қайтарып жүрген кездерім келеді. Нарынқолдағы Сарбастаудың қырынан аттың тауы бұлдырап көрінеді. Екі ортада шекара. Туған жерін аңсап бір түнде жетіп келер жирен жабағы менен гөрі бақытты екен ау. Оқыған Амина Смағұлқызы. Мынау менің туып өскен жерім бе, мынау менің сан жүгірген белім бе, мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елім бе, мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елім бе. Шынымен ақ кеткенім бе, жалықтап жас балаша тұрмын бәлдеу қалықтап, көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап, көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап.